Кешегі мынау Қордайда болған апат, ұлтаралық қақтығыс өте күрделі, 8 адам қаза тапқан, бәленбай үй, дүкен тағы да бірдемелер өртенген, 20 шақты машина өртенген. Соны бәрі енді ұзақ тергеу болады. 47 адам бүгіндікке қамауға алыныпты. Тергеу айлап созылады. Және сот отырысы да бір ай, бір жарым ай болатын түрі бар. Өйткені іс енді 100-ден астам томға шығар, бүкіл экспертизасымен бәрімен. 47 адам ол бүгін қамалды. Ертең тергеу көрсетеді, оған мүмкін тағы да адам қосыла ма, әлде мыналардың кейбіреулерін жібере ма. Бірақ енді айыпталатын адам көп. Көбінесе өзіміздің қазақтар. Соларға заңды түрде заңгерлік көмек керек. Қордайда оншама адвокат жоқ деп ойлаймын. Сондықтан мына Алматы, Тараздың адвокаттары, қазақ тілді адвокаттар, өйткені қазақ тілді көмек керек, заңгерлік. Сондай тәжірибелі адвокаттар, оларға заңгерлік көмек, қорғау көрсетуге шақырамын. Мен өзім бір-екі адвокатпен сөйлесіп жатырмын осы бүгіннен. Енді сенбі, әр адвокаттың өз практикасы бар, өз клиенттері бар, жүргізіп жатқан істері бар. Оны былай тастап кете салатын. Өйткені Қордайға барғасына адвокат бір жарты сағатқа барамайды, 2-3 сағатқа түнеу керек, бірнеше күн болу керек, айлап болу керек. Соған адвокаттар, осы бейнені көрген адвокаттар маған хабарласындар. Бейненің астында телефон. Мен сөйлесіп жатқан адвокаттар олармен аяқтармын. Дүйсенбі күні шығатындай. Жаңа қамауға алған қазақтарға заңгерлік көмек көрсету, қорғау көрсету. Оларды біздің мақсатымыз жазадан алып кетпеу емес. Жоқ, тергеу әділетті, объективті түрде өтсін. Талабымыз осы. Мына қазақтарымыз заңгерлік көмексіз қалып қоймасын ана жерде. Адвокат жетіспей, соның кесірінен олар бір қателік, ештеңе көрмесін. Тергеу әділетті түрде жүргізсін. Екінші мәселе, жаңағы адвокаттар енді жалақы алатын адамдар, тегін жұмыс істейтін қазір ешкім жоқ, және болмау керек. Әрине, әр еңбек қаржыландыру керек. Шығындары бар, о жерде тұратын, қорықтанатын, түнейтін, басқа шығындары. Сол жаңағы адвокаттық заңгерлік көмекке мен ақша жинаймын бүгіннен бастап. Кім адвокат табам, соған бір ақысын төлеп отыратын. Адвокат жаңағы өз қорғауына алатын адаммен келісім шартқа отырады. Сосын оны туыстары, мүмкін басқалары жалғастырып алып кетеді. Бірақ бірінші серпін бізден болсын. Қазақтарымыз болғасын, біз оларды қалдырмауымыз керек, көмексіз, қорғаусыз. Тағы да айтып өтейін, мақсатымыз оларды жауапкершіліктен алып кету емес, заңды түрде жазалансын, істелінген қылмысы болса. Бірақ заңды түрде, әділетті түрде, объективті түрде. Осы бейненің астында карточка Каспий Голд, ақша салатын адамдар, сол нүктелі жазып Каспий Голд несінде бар ғой, мүмкіндік. Адвокаттық көмекке, заңгерлік көмекке деп жазындар. Өйткені мен ертең осы есеп жауап бергенде, ақша қаяқ кетті дегенде дәлелдеп беретіндей, міне осыншама ақша сіз жібердіңіз, осындай жерге кетті, жалпы осындай сома жиналды деп, керек болса Каспий банкына скриншот, распечатка, құжат ретінде алып шығып дәлелдеуге дайын болам. Адвокатпен келісім шартқа отырғанда оның қаржылау ахуалын бәрін шығарармыз. Әрине енді адвокаттық құпия бар, ол іске жатады, істің құпиясы бар, ол бәрі түсінікті. Сондай жағдай, халық боп, ел болып көмектесейік.
тағы да кім ақша жібереді, жазып жіберіңіз. Мынау адвокаттық заңгерлік. Мен шатаспайын, ертең осы заңгерлік деген ақша бәрін алып шығып көрсететіндей жауап беруге халықтың алдында. Міне осыншама ақша, міне осындай жерге кетті, бір тиын басқа бос басқа жаққа кеткен жоқ деп. Тиын деп теңге. Сол ағайын.